Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шиеден тосап жасайтын боламыз. Соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Видео бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға шиемізді салып, тазалап жуып аламыз. Жақсылап жуып алуыңыз керек. Банкыңыз атылып кетуі мүмкін. 2 рет немесе 3 рет жуып алсаңыз болады. Шиемізді жуып тазалап алдық. Енді оны үлкенірек ыдысымызға салып, үстіне зекерімізді саламыз. Төрт килограмм шиеге 3,5-4 кг зекер салсаңыз болады. Мен 3,5 кг зекер салдым. Сосын оны бір күнге қойып қоямыз. Бір күннен соң газға қойып қайнатып аламыз. Үстіндегі көбіктерін алып, жарты сағатқа қайнатамыз. Содан соң сөндіріп, тағы да қайнататын боламыз. Суығансын қайнатамыз. Ол міндетті емес, өздеріңіз қалауларыңызша қайнатсаңыз болады. Шиені жалпы 50 минут 1 сағат қайнатуға болады. Әркім әртүрлі әдіспен қайнатады. Біреулер сұйық болғанын қалайды, біреулер қою болғанын қалайды. Сұйық қылғыңыз келсе, 1 кесе немесе 2 кесе су құйсаңыз болады. Осы мен екінші рет қайнатуым. Тағы да осылай көбіктер шығады, оны алып тастаймыз. Содан соң тағы да қайнатамыз. Шамамен 50 минут қайнаттым. Енді кезек банкамызды жақсылап жуып, 15-20 минут парлап аламыз. Шиеміз қайнап дайын болды. Енді оны банкамызға салып құямыз. Барлығын осылайша көпіршіктерін алып, крышкамызды басып, жабатын боламыз. Осымен біздің шиеден жасалған тосабымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.